Инклюзивті Қазақстан, инклюзивті қоғам деп қақсап жатамыз, е? Жалпы мен айтқым келгені осы видеоға сыйдырайын. Мысалы қараңыздар, біз тек диагнозы бар ата-аналарға ғана үйту керек, бүйту керек, анау мынау деп ұсыныстарды көп айтамыз. Мен осы жерде сау балалардың ата-аналарына айтқым келеді. Осы тақырып кімге тиесілі болса, осы видеоны әрі қарай тарқатасыздар деп ойлаймын. Бізде қоғам кімнен тұрады? Қоғам әрбір адамдардың жиынтығы, халықтың жиынтығы бір қоғам болады. Ол әрбір адамнан тұрады. Ол қоғам қашан бізде, мысалы, инклюзивті қоғам қай жақтан пайда болады? Ол аспаннан түспейді, жерден көктеп шықпайды. Ол әрбірімізден тұрады. Сол үшін, мысалы, мен көбіне қазір бірінші сыныпқа баратын осындай диагноздағы ата-аналарға жалпы көмек болсын деп білгенімен бөлісіп жүрмін. Соның ішінде әрбір ата-ана диагноздағы балалардың ата-анасы барып, менің балама қарайсыздар ма? Ертең сіздің балаңыз менің баламды кемсітпесінші деп ата-анаға айта алмайды да. Өзімнің басымнан өткен ата-ана ретінде осы нәрсені мен айтқым келеді. Ол ата-ана айта алмайтыны заңдылық. Өзінен өзі барып, менің баламда сондай диагноз бар еді, ата-аналар балаларыңызға айтыңыздаршы, менің балама кішкене қарайласып жүрсінші деген нәрсені айта алмайды. Неге екенін ол нәрсені жібермейді. Ата-ана баласының өзі де кем санағысы келмейді ғой, өйткені ше. Бірақ сол сұрақ мазалайтыны анық. Сол үшін мен осы видеоны пайдаланып отырып таратсаңыздар екен деймін. Құрметті ата-аналар, балалары сау, Аллаға шүкір, мектепке барайын деп жатқан, барып жүрген 5-6 сынып болса да, жоғары сынып болса да, бізде инклюзивті Қазақстан қайдан пайда болады, қоғам қайдан пайда болады? Біздер жоққа шығара алмаймыз. Үйге тығып ұстасақ та, қазір біздің қоғамда диагноздағы балалар өте көп. Ол балалар жаңа ЗПР болсын, аутист болсын, жаңа сөйлеу тежелген, психикасы тежелген болса да, заңды түрде ол балалар мектепке бармайды деген ешқандай не жоқ, тыйым жоқ. Мысалы, оларда өз қатарындағы сияқты жасына сай мектепке барып білім алу керек. Сол үшін бір ата-аналар айтып жатады, неге ондай балаларды үйде ұстамайды, неге үйтпейді, неге бүйтпейді? Жоқ, ондай балаларды үйде ұстап отыр деген заңда еш жерде жоқ. Керісінше, әрбір ата-анаға айтқым келеді. Мысалы, сіздің классыңызда бар болуы мүмкін, жоқ болуы мүмкін. Мысалы, осы қыркүйектен бастап әрбір класстың ата-анасына айтқым келеді. Бұрыннан оқып жүрген класстың ата-аналарына да айтқым келеді. Балаларыңызға бір тақырыпты қозғап, біздің қоғамда осындай балалар бар. Осындай балалар сендердің класстарыңда бар ма, жоқ па? Болса, осылай көзқарасты, баланың көзқарасын дұрыстап, баламның мейірімімен жаңағы кемсіту, баланы шеттету деген сияқты сондай нәрселерді біз ата-ана біз үйде айтып отыруымыз керек. Сол кезде біз инклюзивті Қазақстан деген нәрсені, инклюзивті қоғам деген нәрсені қалыптастырамыз. Ешкімнің кепілдігі жоқ. Ондай бала біздің отбасымызда болмайды.